Балалар, ана тілінің 42-ші сабағына қош келдіңіздер. Мәтінді түсініп оқы. Бірінші жаттығу. Көктем келді. Күн жылынып қалды. Біз жаққа жылы жақтан құстар қайта бастады. Олардың бәрі бір мезгілде ұшып келмейді. Ең алдымен ұзақ қарға, олардан кейін қара торғайлар жетеді. Қар еріп болған соң, боз торғайлар ұшып келеді. Өзендердің мұзы ерігенде, басқа құстар да келе бастайды. Ал күн жылынғанда бұлбұл мен қарлығаш оралады. Мұхтар Әуезов. Балалар, мәтін неліктен көктем деп аталған? Дұрыс айтасыңдар. Көктемнің келгендігі жөнінде көктем мезгілі туралы айтылған мәтінде. Құстар қай жақтан келеді? Жылы жақтардан келеді. Бізде қыс болып жатқанда басқа мемлекеттерде жылы болып тұрады. Сондықтан біз жақ жылығанда қайтадан біз жаққа ұшып келеді. Ең алдымен қандай құстар келеді екен? Жаңа бірінші кіріспе бөлімінде айтып өттік қой, қараңдаршы. Ең алдымен ұзақ қарға, олардан кейін қара торғай, сосын барып боз торғайлар келеді екен, Жарайсыңдар. Ендеше келесі жаттығуға мән беріп қарап отырыңдар. Сөйлемдерді көшіріп жаз. Балалар, дәптерімізді ашайық. Сөйлемдерді көшіріп жазамыз. Мен оқимын. Құс ұясын, балапандарды қорға. Балалар, құстың ұясын бұзуға болмайды. Балапандарды қорғап, қарап жүру керек. Ұядағы балапанды қолмен ұстауға болмайды. Жарайсыңдар, балалар. Үшінші жаттығу бойынша суретке қарап, тірек сөздерді қатыстыра отырып әңгіме құрамыз қажет. 8 наурыз халықаралық әйелдер күні. Балалар, жақын арада ата-аналарымыздың мерекесі келеді, аналарымыздың. Ана, сыйлық, мереке, құттықтау және 8 наурыз деп аталатын тірек сөздер арқылы мен сөйлем құрап қойдым. Сендер де осыған қарап сөйлем құраңдар. Міне, менікін оқып берейін. Наурыз мерекесін ерекше күтемін. Өйткені ол кезде 8 наурыз күні анамды құттықтаймын. Бұл жылыда асыға күткен мерекемізге жеттік. Сабағымды 5-ке оқып, анамды қуанттым. Тосын сый жасап, гүл сыйладым. Сыйлықты алып, анашым қатты қуанды. Ана өміріміздің гүлі. Балалар, сендер де осылай ата-аналарыңа, әжелеріңе, әпкелеріңе және ұстаздарыңа құттықтау тілек жазып, сәндеп беріңдер. Ендеше мына өлеңді менімен бірге оқыңдар. Анашым, менің анашым, мәпелеп өсірген сен едің. Мейірімің қандай керемет, анашым, менің анашым. Анашым, аяулы адам сен едің. Серігі болған біздердің. Түн ұйқысын 4 бөлген, қамқоршы менің анашым. Анашым, асыл адам сен едің. Біздерді бесігіңмен тербедің. Аялаған біздерді ардақты анашым сен едің. Қандай керемет өлең жолдар, балалар? Ендеше видеоны тоқтатып қойып, тағы да қайталап оқып шығыңдар. 8 наурыз мерекесіне орай жаттап алып, сабақ барысында айтсаңдар болады. Сау болыңдар. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңдар. Егер де слайд қажет болатын болса, комментарийге номерлеріңізді қалдырыңыздар.